Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі кітабының 80-ші бетіндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise number 31, 31-ші жаттығу. Listen and read. Бізде мәтін берілген, сол мәтінді тыңда және де оқы. Одан кейін аударамыз. Every year in December, Nur Sultan becomes an ice city. People use ice bricks to make sculptures. The sculptures are usually animals, castles, fairy tale characters or famous buildings like Big Ben or Beitarek Tower. In the evening, different colored lights shine on all the sculptures. They look fantastic. You must visit Nur Sultan in December. It's magical. Жыл сайын желтоқсан айында Нұр-Сұлтан қаласы мұзды қалаға айналады. Адамдар мүсін жасау үшін мұз кірпіштерін пайдаланады. Жасалған мүсіндер әдетте жануарлар, құлыптар, ертегі кейіпкерлері, Биг Бен немесе Бәйтерек секілді әйгілі ғимараттар. Кешке қарай барлық мүсіндерде әртүрлі шамдар жарқырайды. Олардың барлығы фантастикалық болып көрінеді. Желтоқсан айында Нұр-Сұлтан қаласына бару керек. Бұл сиқырлы болып көрінеді. Екінші мәтінді оқимыз. Every year in January and February, thousands of people visit the Quebec Winter Carnival. At the carnival, there are lots of fun activities for everyone. The Ice Palace is at the center of all the activities and looks like something from a fairy tale. At the Quebec Carnival, you can also enjoy snow sculptures, shows, and skating. The carnival lasts for 17 days, so there is lots of time to try everything. Жыл сайын қаңтар және ақпан айларында мыңдаған адам Квебек деп аталатын қысқы карнавалға барады. Карнавалда барлығына арналған көптеген қызықты іс-шаралар болады. Мұз сарайы бұл іс-шараның ортасында болады және де ертегідей көрінеді. Квебек карнавалында қардан жасалған мүсіндерді, шоуларды және де коньки тебуді тамашай аласыз дейді. Карнавалдың ұзақтығы 17 күнге созылады. Сондықтан барлығын көруге уақыт болады дейді. Exercise number 32, read and answer. 32-ші жаттығу, оқыда сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші сұрақ, when does Нұр-Сұлтан became an ice city? Every year in December, Нұр-Сұлтан becomes an ice city. Жыл сайын желтоқсан айында Нұр-Сұлтан қаласы мұз қаласына айналады. Екінші сұрақ, what do the people use to make sculptures? Адамдар мүсін жасау үшін нені пайдаланады? Жауабы, people use ice bricks to make sculptures. Адамдар мүсін жасау үшін мұз кірпішті пайдаланады. Үшінші сұрақ, what are the sculptures usually? Әдетте қандай мүсіндер бар дейді. The sculptures are usually animals, castles, fairy tale characters or famous buildings like Big Ben or Beitarek Tower. Мүсіндер әдетте жануарлар, құлыптар, ертегі кейіпкерлері, немесе атақты ғимараттар Биг Бен және де Бәйтерек мұнарасы сияқты. Төртінші сұрақ, when is the Quebec Winter Carnival? Квебек қысқы карнавалы қашан болады дейді. The Quebec Winter Carnival takes place in Canada every year during the months of January and February. Квебек қысқы карнавалы Канадада жыл сайын қаңтар және де ақпан айларында өтеді. Бесінші сұрақ, how many days does it last? Ол неше күнге созылады дейді. Quebec Winter Carnival lasts for 7 days. Квебек қысқы карнавалы 17 күнге созылады. Thinking up, read the text again, say two things that impressed you. Мәтінді қайтадан оқып шық дейді. Тапсырма бойынша қайтадан мәтінді оқып шық дейді, және де екі нәрсені, яғни саған не әсер етті осы мәтінді оқу кезінде, соның екеуін жаз дейді. Exercise number 33, 33-ші жаттығу. Find information about an unusual festival. When is it? What can you see? Do there? Make a project or a PowerPoint presentation, present it to the class. Осында ерекше фестиваль туралы ақпарат табыңыз дейді. Ол қашан болады, ол жақта не көруге болады және не істеуге болады. Тапқан ақпаратты, яғни жобаны презентация PowerPoint-қа салып, сыныбыңның алдында қорға дейді.
Мысал ретінде осы карнавалды алсаңыздар болады. Оруру карнавалы Боливиядағы ең танымал және де ең ірі карнавалдардың бірі. Ол жыл сайын ақпан айында өтеді. Бұл карнавал өзінің түрлі түсті костюмдерімен, керемет шерулермен және жанды дауыстағы музыкасымен танымал. Орура қаласында бұл карнавал өтеді, ерекше атмосфераны жасайды.